Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен таңғы асқа кәдеден жасалынатын оладий жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге 2 үлкендеу кәді, ұн, тұз, бұрыш, 2 жұмыртқа керек болады. Кәдіні үккіштен өткізіп аламыз. Неке қараңыздар, суы шықты. Үстінен кішкене тұздап, сүзгінің үстіне ойып, барлық суын осылай шығарамыз. Неке қараңыздар. Енді бұны бөлек қоямыз. Осылай суының бәрі шығып кетуі керек. Енді 2 жұмыртқаға қалауыңызша тұз, бұрыш сеуіп, жақсылап араластырамыз. Неке енді осы жұмыртқалы массамызға кәдімізді саламыз. Араластырамыз. Шамамен 5-6 ас қасықтай ұн қосамыз. Енді барлығын жақсылап бір келкетіп араластырамыз. Табамызға аздап май құйып аламыз. Бірінші газдың астын көтеріп, майымызды қыздырып, кейін орташа отта оладиларымызды 1 ас қасықтан салып пісіріп аламыз. Сарғайып пісе бастағанда екінші жағын аударамыз. Кішкене тұруы керек. Неке осылай пісіріп аламыз. Астындағы отын орташа етіп, қақпағын жауып пісіреміз. Сонда оладиларыңыз үлкен-үлкен болып ісіп шығады. Және ортасы да піседі. Дайын болғандарын қағаз майлықтардың үстіне саламыз. Бұл майын сорып алу үшін. Қараңыздар, ісіп әдемі болып шықты. Міне осылай пісіріп аламыз. 1 ас қасықтан құйып, үстінен қасығымызбен басып, қақпағын жауып пісіріп аламыз. Неке осылай барлығын пісіріп аламыз. Құрамы да қолжетімді, аз ғана ингредиенттерден осындай таңғы ас дайындауларыңызға болады. Оладиларымыз ісіп әдемі болып шықты. Видеоларым сіздерге ұнап жатса, төменге пікір қалдырып, лайк басып отырыңыздар. Тағы да басқа видеоларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Сонда сіздерге жаңадан шыққан видеолардан хабарлама барып тұрады. Сіздермен болған Эльмира, астарыңыз дәмді болсын.